Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен жаңа жыл мейрамына арналған өте ерекше және оңай жасалатын рецепттермен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып, все деп таңдап қойыңыздар. Все деп басып қойсаңыздар, жүктеген жаңа видеомды жібере алмайтын боласыздар. Міндетті түрде осы рецепттерді жасап көріңіздер. Ең алдымен қатпарлы қамырдан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Дастарханның көркін ерекше етіп тұрады. Дайын аштықсыз қатпарлы қамырды қолдандым. Ұн сеуіп, төртбұрышты формаға осылай келтіреміз. Және сіздің қамырыңыз қатты жұқа болып кетпеу керек. Тым жұқа етсеңіз, пешке салған кезде формасын жоғалтады. Осылай бүктеп, екі шетін осылай шаншқымен немесе қолмен басамыз. Неге қамырымыз осындай қалыңдау болу керек, жұқа болып кетпесін. Пергамент төселген табамызға қамырды қойып шығамыз, жұмыртқаның сарысын жағып, көкнар себеміз. Көкнарды ұнатпасаңыз, сеппесеңіз де болады. 180 градус қызып тұрған пеште 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Және піскеннен соң осындай ісініп жабылып қалған жерлерін қолмен ашамыз. Тұздалған қызыл балықты осылай тураймыз. Және оны ораймыз. Орап болғасын екіге бөлеміз. Қиярды турап шығамыз. Піскен және суыған қамырға творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік құйып шығамыз. Бұл тіске басарға авокадо қоспасаңыз да болады. Авокадо қарайып кетпес үшін оған лимонның шырынын сеуіп қоямыз. Тұздалған қызыл балықты осылай әдемі етіп ортасына қойып шығамыз. Салат жапырағымен осылай безендіреміз. Қияр мен авокадоны қойып шығамыз. Неке дастарханның көркін ашатын қайық пішіндес тіске басарымыз дайын, өте дәмді шығады. Бәріңіз жасап көріңіздер. Ендігі кезекте оңай жасалатын және өте дәмді мерекелік дастарханға арналған десерт дайындаймыз. Бұл десертке шиенің дәмі өте керемет үйлеседі. Шиеге қант қосып, үстіне су құямыз және крахмал қосамыз. Жүгері крахмалын қолданыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Үзбей араластыра отырып, қайнаған уақыттан бастап 1 минут қана қайнатамыз. Сұлы печеньесін, яғни овсяное печеньені блендерге салып ұсақтаймыз. Менің каналымда сұлы печеньенің рецебі бар, описанияға сілтемесін қалдырып кетемін. Оған бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді кремін дайындаймыз. Сүзбеге қаймақ қосамыз. Қаймақтың орнына тәтті емес греческий йогурт қоссаңыз болады. Оған қант қосып, блендермен жақсылап еземіз. Ыдысымызға әуелі ұсақталған печеньені салып шығамыз. Одан кейін кремді салып шығамыз. Бетіне шие конфитюрін құйып шығамыз. Неке өте дәмді десертіміз дайын. Енді дастарханға ерекше көрік беретін қатпарлы қамырдан раушангүл тәріздес шайға тіске басар дайындаймыз. Алманың осындай орта жерлерін алып тастап, жұқа етіп осылай турап шығамыз. Қызыл алма қолданыңыздар және оған лимонның шырынын қосып, араластырамыз. Және қантқа корица қосып, араластырып қоямыз. Қатпарлы қамырды ұн сеуіп осылай оқтаумен жаямыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қанты бар су қайнағаннан соң оған туралған алмамызды салып, 2 минуттай ғана қайнатып аламыз. Судан сүзіп аламыз. Қамырымызға осылай ертілген сармай жағып, қайнатылған алманы осылай қойып шығамыз. Алмамыз сулы болып тұрмау керек. Корица мен қантымызды осылай араларына сеуіп шығамыз. Қамырдың астыңғы жағымен осылай жабамыз. Алмамыз осылай көрініп тұру керек. Енді рулет сияқты орап шығамыз. Кекс пісіретін формаға осылай май жағып алып, розочкамызды қойып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіреміз.
Әсел пеште пісіретін болсаңыздар, әуелі астын 15 минуттай пісіреміз. Содан кейін асты үстімен бірге 10-15 минуттай пісіреміз. Әр пеш әртүрлі қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Әсемдік ретінде бетіне кондурин жағып, жасыл фисташка ұнын себеледім. Мінекей біздің розочкамыз дайын. Және оңай жасалатын пикник салатын дайындаймыз. Чечилді ыстық суға 2 минуттай салып жібітіп аламыз. Салат жасауға кірісеміз. Аңшылық шұжығын қиғаштап тураймыз. Голланд ірімшігін турап шығамыз. Черри қызанағын 2-ге бөлеміз, немесе үлкенде болса 3-ге бөлсеңіздер болады. Өзіңізге ұнаған аскөк түрін қосасыздар. Мен жасыл пияз қостым. Және майонез қосып араластырамыз. Менің каналымда осы пикник салатының оригинал тұздықпен жасалған түрі бар. Описанияға сілтемесін қалдырып кетемін, кіріп көріңіздер. Қолмен түтілген чечилімізді осылай бетіне қоямыз. Мінекей өте дәмді пикник салаты дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді қызыл балықтан тіске басар дайындаймыз. Тұздалған қызыл балықты ұсақ кубик етіп турап шығамыз. Және жасыл пиязды да ұсақтап турап шығамыз. Жасыл пиязды қоспасаңыздар да болады. Ұсағы күштен өткізілген піскен жұмыртқамызды және ірімшігімізді саламыз. Сүзбелі ірімшік қосып, араластырып, осылай қолмен домалақ формасын келтіреміз. Мінекей мерекелік дастарханға тіске басарымыз дайын. Достар, видео ұнаған болса, достарыңызға, WhatsApp группаларға, чаттарға осы видеоны поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымда 40-тан аса салаттардың түрлері бар, кіріп көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.